мектеп әкімшілігі, ұстаздар, ата-аналар және оқушылар. Сіздерді келе жатқан жаңа жылмен құттықтаймын. Өткен жылға өкпе жоқ, бірақ жаңа күннің міндеті көп. 2020 жыл атаулы мерейтойлар, ұлы ақын Абай Құнанбаевтың 175 жылдығы, ғұлама Әл-Фарабидің 1150 жылдығымен ерекшелексе, тәуелсіздігімізге 29 жыл толды. Ұстаздарымыздың көптен күткен педагог мәртебесі туралы заңы қабылданып, беделімізді арттырды. Еліміздегі карантин барысында қашықтықтан оқытуға тез бейімделген біз цифрлық технологияларды жетік қолданып, оқу тәрбие үдерісін жүргізуде патриоттық, жауапкершілік, әдептілік, өзара ынтымақтастық пен толеранттылық таныта білдік. Құрметті педагогтер, әрқайсыңыз жас ұрпаққа білім берудегі адал еңбектеріңіз бен шыдамдылықтарыңыз, творчестволық табыстарыңыз үшін бағалануға лайықсыздар. Қымбатты ата-аналар, мектебіміздің қамқоршылық кеңесі. Өткен жыл біз үшін табысты жыл болды. Оқушыларымыз бен ұстаздарымыз кәсіби, интеллектуалды, спорттық сайыстарға дәстүрлі және онлайн форматта 100% қатысып, жоғары көрсеткіш көрсетті. Атап айтсам, жылдың ең жоғары табысы сынып жетекші Ахметова Айгүл Дәуренбековна облыстық үздік сынып жетекші атағына ие болды. Облыстық Жасұлан әскери спорттық сайыста мектеп командасы жүлделі 2-ші орынға ие болды. Жетекшісі Мұратханов Асхат Мұратханович. Республикалық Қазақстан балалары шексіз әлемде атты кинофестивалінде Қыдырханова Мадина жүлделі 3-ші орынға ие болды. Жетекшісі Тұрсынбаев Алмас Саматұлы. Сондай-ақ Әл-Фараби халықаралық олимпиадасында 10-шы сынып оқушыларының 7-і жүлделі орынға ие болып, мектеп рейтингісін көтерді. Бұл әрине бізге қолдау көрсетіп отырған қымбатты ата-аналар, сіздердің ұстаз еңбегіне деген ілтипат пен ізгі ниеттеріңіздің арқасында. Сіздер алғыс алуға лайықсыздар. Мектебіміздің оқушылары онлайн форматта білім алуда сіздер жігер мен білімге деген құлшыныс таныттыңыздар. Сынып жетекшілер мен пән мұғалімдерінің берген тапсырмасын әр платформада уақытында орында цифрлы білім алуға бейімделдіңіздер. Әрқайсыңыз сапалы білім алуға, көшбасшылық танытуға, еліміздің дамуына үлес қосуға лайықсыздар. Уважаемые администрация, учителя, родители и учащиеся школы номер 1. Разрешите вас поздравить с наступающим новым 2021 годом. Пусть этот год будет лучше, чем предыдущий, осуществит мечты и увенчает успехом будущие усилия. От всей души желаю вам качественного знания, творческих высот и достижений, семейного благополучия, крепкого здоровья и новогоднего настроения. С Новым годом! Құрметті әріптестер, оқушылар, ата-аналар, баршаңызды келе жатқан жаңа жылмен шын жүректен құттықтаймын. Өткен жылдың жақсылығы мен қиындығы қатар жүрді. Сол қиындыққа қасқайып қарсы тұра білдіңіздер. Әрбіріміз жаңа жылдан көп үміт күтеміз. Сол үміт, арман мақсат тілектеріңіз орындалсын. Жаңа жыл ырыс пен береке, бірлік пен татулықтың жылы болсын. Әр отбасы молшылыққа, қуанышқа, бақытқа кенелсін. Жаңа жыл құтты болсын. Дорогие, уважаемые коллеги, ученики и родители, сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы этот год был полон радости, счастья, успеха, добра, позитива и радостных хлопот. Желаю вам креатива, новых сил и профессиональных взлетов. Пусть будут ваши родные и близкие здоровы. С Новым годом, друзья! Я веселый такой,
мышь озорной. Запасался целый год хлебом и друзьями. Как не жалко расставаться, но пришла пора прощаться. Дома ждут меня друзья, вся мышиная семья. Но прежде чем проситься, разрешите вас поздравить. Дорогие друзья, учителя и родители, наступает новый 2021 год. И я хочу вам пожелать, чтобы Новый год принес вам огромное счастье, крепкое здоровье, ведь это главное. Пусть все ваши мечты сбудутся в новом году, а все плохое останется в прошлом. Жаңа жыл, жаңа қадам, жаңа бағыт, болашақ сыйлайтындай жаңа бақыт, жақсылықтың белгісі жаңа уақыт, келіп міне жатырмын қауқылдасып. Армысың, аманбысың жаңа жылым, о менің жаңа жырым. Сиыр жылы келгенде сыйғып тартып, ақтарайық тілекпенен көңіл сырын. Амансыздар ма, балалар, ұстаздар, ата-аналар, өздеріңді сағынып келдім. Жаңа жылымыз құтты болсын. Сиыр жылы табыс жылы, береке бірлік әкелсін. Тарихи жыл болсын. Алыстан ат терлетіп, сыйлықтарын көтеріп, Аяз ата келіп тұр, сендерге сәлем беріп тұр. Құрметті ұстаздар, ата-аналар және біздің сүйікті оқушылар. Сіздерді келе жатқан жаңа жылдарыңызбен, шын жүректен, кіршіксіз көңілмен, ыстық ықыласпен құттықтаймын. Келер жылымыз тек қана қуанышқа, бақытқа, шаттыққа және қызықты сәттерге толы болсын. Здравствуйте, уважаемые учителя, родители, а также наши любимые дети. Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом и пожелать вам счастья, здоровья, чтобы в следующем году сбылись все ваши мечты. И обязательно, чтобы в следующем году все мы стали немного лучше, чем были в предыдущем году. С Новым годом! Келе жатыр жаңа жыл ортамызға, құт береке әкелсін баршамызға. Аңсаған армандарыңыз орындалып, өміріңіз бақыт пен шаттыққа толы болсын. Құрметті әріптестер, оқушылар және ата-аналар, келе жатқан жаңа жылдарыңызбен құттықтаймыз. Келер жыл әр отбасыға құт береке, қызметтеріңізге өрлеу, денсаулықтарыңыз күйлі, қуатты, көңіл күйлеріңіз тамаша болсын. Ортақ шаңырағымыздың жарқын болашағы үшін еңбектеніп жүрген барша отандастарымызға бейбіт өмір, тыныштық, молшылық тілеймін. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Жаңа жылдарыңызбен!